Бүгінде электр энергиясын тиімді әрі үнемді пайдалану тақырыбы аса өзекті болып отыр. Себебі тұрмыста немесе жұмыста қолданатын кез келген құрылғының біз ойлағаннан да көп энергия жұмсайтынын біле бермейміз. 11 қараша энерго үнемдеу күні. Дәл осы күнге орай біз сіздерге пайдалы кеңестер топтамасын әзірлеп қойдық. Кәдімгі қыздыру шамдарын энергия үнемдейтін шамдарға ауыстырыңыз. Олардың қызмет ету мерзімі 5 есе жоғары, ал электр энергиясын тұтыну 5 есе төмен. Әрине, энергияны үнемдейтін шамдар әдеттегі қыздыру шамдарына қарағанда әлде қайда қымбат, бірақ пайдалану кезінде олар өзін 8-10 есеге үнемдейді. Телефонның розеткаға қосылған зарядтау құрылғысы энергияны шығын етеді. Өйткені оған телефон қосылмаған болса да, ол әлі де қызады. Әрине, розеткаға үнемі қосылып тұрған зарядтағыштардың энергия шығыны басқа техникалық құралдармен салыстырғанда аз. Алайда бұл импульстік қуат көзіне жататын болғандықтан, мұндай құрылғылар жүктемесіз болмауы тиіс. Егер зарядтағышқа телефон, ноутбук немесе плеер қосылмаған болса, мұндай құрылғылар қызып кетуі немесе істен шығуы мүмкін. Үйде тұтынылатын электр энергиясының шамамен 30-40% тоңазытқышқа тиесілі. Оның үнемі мұзын ерітіп тұру керек. Бұл электр энергиясын тұтынуды 3-5% аралығында төмендетуге мүмкіндік береді. Тоңазытқышты бөлменің ең салқын жеріне жылыту құрылғыларынан алыс орнатқан жөн. Тоңазытқышқа салмас бұрын тағамды бөлме температурасына дейін салқындатыңыз. Тоңазытқыштың есігін себепсіз ашпаңыз және ашық күйде ұзақ ұстамаңыз. Электр плитасы тұрмыстық электр құрылғыларының ішіндегі ең ысырапшылы. Ол теледидарға қарағанда 3 есе, ал тоңазытқышқа қарағанда 2 есе көп қуат жұмсайды. Шыны керамикалық немесе индукциялық панельдері бар электр плиталарын қолданған дұрыс. Ол жылу шығынын және энергия шығынын азайтуға мүмкіндік береді. Бая отты пайдаланған үнемді және тағамды дайын ету үшін қыздырғыштың қалдық жылуын қолданған жөн. Кір жуғыш машинаны сатып алған кезде үйде тұратын адамдар санына сәйкес келетін бактың көлемін таңдаңыз. Олар неғұрлым көп болса, көлем де соғұрлым көп болады. Барабан толығымен толған кезде жуыңыз. Осылайша электр энергиясы мен су аз жұмсалады. Машинамен жуу кезінде энергияның көп бөлігі суды жылытуға жұмсалады. 40 градуспен жууға қарағанда 90 градус температурада жууға кеткен энергия көбірек болады. Біз әрдайым еске салатын үйден және жұмыстан шығарда жарықты сөндіріп, электр тоғын ажыратыңыз деген алтын ережені әрдайым есте сақтаған жөн. Себебі электр энергиясына келгенде бұл ереже аса өзекті болып отыр. Ай сайын есептегіш құралдағы көрсеткішті оқып шығып, осы аймен алдыңғы ай көрсеткіштерін салыстырып, өзіңізге қорытынды шығарыңыз. Жалпы, өміріңіздің сапасын төмендетпей, электр қуатын тұтынуды 40-50%-ға қысқартуға әбден болады.